О, сәлем жас достар. Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Мені танып тұрсыңдар ма? Әрине, мен теңіз қарақшысымын. Айтпақшы, мен сендерге бүгін тамаша бір ертегі айтатын боламын қазір. Ертегі кітапшам бар, білесіздер ғой, қазір. Міне, менің ертегі кітапшам. Қазір мен сендерге осы кітапшамнан тамаша бір ертегі айтып беретін боламын. Қазір, о, міне, мақта қыз бен мысық ертегісі. Қазір мен сіздерге мақта қыз бен мысық туралы ертегіні оқып беретін боламын. Дайынсыңдар ма? Бір күні мақта қыз үйінде отырып, өзі оңаша шай ішеді. Сол кезде мысығы есіне түсіп, айтпақшы, менің мысығым бар екен ғой. Мен неге мысығыммен отырып шай ішпеймін деп, мысығым, қайдасың деп айқайлапты. Көріңіздер. Мысығым, қайдасың? Мысығым, екеуміз отырып, мейізбен шай ішейік. Мысығым. Апатай, мені неге шақырдыңыз? Мысығым, мен сені шай ішуге шақырдым. Шай ішуге? Иә. Сен келмегенсің, өзім шай іштім де, мына жерді жинап тастадым. Неге мені күтпедіңіз, а? Сол үшін мен сіздің қатығыңызды төгіп тастаймын. Неге төктің? Мен сенің қазір құйрығыңды жұлып аламын. Қазір сен мысықтың құйрығын жұлып алайын. Мәссаған керек болса. Апатай, менің құйрығымды беріңізші. Ендеше сен бірінші менің қатығымды алып кел. Содан кейін құйрығыңды беремін. Жарайды, мен сіздің қатығыңызды тауып алып келем. Сөйтіп мысығы құйрығынан айырылып қалады. Құйрығынан айырылған мысық қатық іздеп, енді қайдан қатық табам деп жүрген кезде алдынан сиыр кездеседі. Сиырға келіп мысық: Сиыр, сен маған қатығыңнан берші. Сен маған жапырақ әкеліп бер, сосын мен саған қатық берем. Жарайды. Сөйтіп сиыр мысықтан жапырақ сұрайды. Мысық жапырақты қайдан аларын білмей, жан-жағына қарап тұрса, алыста тұрған алып бәйтеректі көреді. Бәйтерекке жақындап келеді де мысық: Терек. Не? Сен маған кішкене жапырақтарыңнан бересің бе? Сен маған алдымен су әкеліп берші. Су? Шөлдеп кеттім. Сосын мен саған жапырағымды берем. Жарайды, мен сізге су әкеліп беремін. Сөйтіп алып бәйтерек мысықтан су сұрайды. Әрине, егерде су болмаса, ол алып бәйтерек жапырақты бермейді. Сөйтіп мысық енді суды қайдан алсам екен деп жан-жағына қарап келе жатса, алыста құдықтан су тартып жатқан қызды көреді. Қызды көреді де жақындап келіп былай дейді: Сәлематсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз маған су бересіз бе? Сен маған бірінші сағыз бер. Сағыз? Иә? Жарайды. Балалар, сендердің де сағыз шайнағыларың келіп кетті ме? Әрине, ал мысық сағызды алу үшін қайда барды? Білесіздер ме? Қазір? Міне, мысық сағызды алу үшін дүкеншіге келеді.
дүкеншіге келеді де былай дейді. Саламатсыз ба? Сіз маған сағыз бересіз бе? Сен алдымен маған жұмыртқа алып кел. Жарайды. Міне, қызық. Дүкеншінің жұмыртқа сұрағаны несі? Енді мысық жұмыртқаны қайдан алады? Әрине, тауықтан алады. Мысық тауыққа келеді де былай дейді. Мяу. Тауықтар, сіздер маған жұмыртқа бересіздер ме? Сен алдымен бізге тары әкеліп бер. Сосын біз саған жұмыртқа береміз. Тары? Иә. Жарайды. Ой. Енді тарыны қайдан табады? Қап. Қазір әрі қарай көрейін. Мысық тарыны іздеп тұрған кезде ін қазып жатқан тышқанды көреді. Міне, қызық. Тышқанға келеді де шап беріп ұстап алады. Тышқан, қолға түстің бе? Жібер мені. Жібермеймін. Сенің үйіңде не бар? Менде тары бар. Тары? Ендеше сол тарыларыңды маған әкеліп бересің, түсіндің бе? Жарай, түсіндім. Қазір алып келемін. Бар. Қорыққан тышқан үйінде тығылып жатқан бір уыс тарыны мысыққа әкеліп береді. Мысық тарыны алып тауықтарға келеді. Тауықтар оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге келеді. Дүкенші әдемі тәтті сағызды мысыққа береді. Қуанған мысық сағызды алып қызға келеді. Қызға сағызды берген соң, қыз бір шелек су береді. Суды алып терекке келеді. Теректі суарған соң, терек риза болып, мысыққа бір қап жапырақ береді. Қуанған мысық жапырақты алып сиырға келеді. Сиырға жапырақты береді. Сиыр жапырақты жейді. Содан соң бір шелек қатығын, яғни сүтін мысыққа береді. Мысық қуанып, қатықты алып қызға келеді. Мақта қызға келіп мысық былай дейді. Апатай. Я, мысығым. Апатай, мен сіздің қатығыңызды тауып алып келдім. Енді менің құйрығымды қайтарып беріңізші. Жарайды, құйрығыңды берейін, мысығым. Иә. Мысығым, сен келесі тентек болма, жарай ма? Жарайды. Мен енді ешқашанда тентек болмаймын. Кешіріңізші мені. Уәде бересің бе, мысығым? Уәде беремін сізге. Жарайды, мысығым. Тентек болмасаң, екеуміз отырып шай ішейік. Алақай, шай ішеміз. Алақай. Сөйтіп мақта қыз мысығының құйрығын өзіне қайтарып береді. Қуанған мысық мақта қызды құшақтап, апатай, енді мен ешқашанда тентек болмаймын деп уәде береді. Балалар, сендер де тентек болмаңдар, жарай ма? Ал жақсы, менің ертегім ұнады ма? Ендеше, менің ертегім ұнаса, сау болыңыздар. Мен жүрдім.